Сен бүйтіп атсың да? Досың Абылайдың ақшасы қайда? Өзінде ол. Ол іздемеді ғой одан кейін. Сол мен ойланып қалдым да содан кейін. Бірақ сен алды деген до конца кетті ғой солай. Мен алсам кредиттерімді жауып тастамайын ба? Шай қалай өзіңе? Шай жақсы екен. Не деген шай бұл? Шай үстіндегі әңгіме. Бұл жапырақ деген міне ал. Мынауың газ. Төсектегі Нұржан қандай дейін деп тұрмын. Достар, бәріне сәлем. Бүгін бізде жапырақпен бірге шай ішейік. Жаңа инста жоба. Бүгін бізде қонақта талай стримердің көз жасына айналған, сампонның көз жасына айналған Нұржан Үстемір. Ал Нұржан, бірінші сұрақ саған. Дәл қазір халықтың көкейіне жүрген сұрақ деп ойлаймын өзім. Дәл қазір Ақеркемен отношение қалай? Жақсы. Шүкір. Жақсы ма? Білесіңдер ғой, біздің жақсы деген сәл андай болып тұрады арасында. А так жақсы былай. Және де маңызды сұрақтардың бірі, иә? Досың? Сіздер қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн Балауса ханым. Әдеттегідей өте әдемі болып тұрсыз. Біз сізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Барлықтарыңызды сағынып келдік. Жаңа қатысушылар, қош келдіңіздер. Енді жаңа жылдағы алғашқы эфиріміз қатты сәл қобалжып тұрғанымыз бар. Бірақ көңіл-күй тамаша. Аян. Ассалаумағалейкум барлық қазақ халқы. Балауса ханым, шынымен әдемі болып тұрсыз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Жаңа қатысушылар, ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін деймін. Бізде де бәрі жақсы. Жаңа жылды қарсы алып, күшті настроениемен келіп қалдық енді. Әлеуметтік желіден көріп жатырмыз, енді түрлі образдармен бірге екеуіңіз қыдырып жүрсіздер, шаңғыға да барып үлгеріп жатсыздар. Демалыс жақсы өткен сияқты, сіздерде? Не жаңалық бар, айта қойыңыздар? Негізі жақсы демалып жатырмыз. Аян осы тауға барып келейік деп мен қорқамын дегенмен қарамай сол жаққа алып барғаны бар, үйретіп барынша. Бірақ енді кішкене жаңа жыл мен үшін бір денсаулығым сыналатын бір жыл болды. Өйткені сәл ауырып қалғаным бар, бірақ Аянмен сәл ренжісіп, сол ауырып қалған кезімде ең бірінші ол қасымнан табылған Аян болды. Сол нәрсе өте қызық болды. Енді таңғы 5-те енді Гүлвера екеуміз негізі бір үйде тұрамыз ғой. Ауырып, сөйтіп жедел жәрдем шақырам ба, қайтем деп уайымдаған кезімде Аян қарасам әлі ұйықтамаған екен. Сөйтіп негізі ренжісіп қалғанбыз, бірақ Аянның бір қасиеті бар. Жігіт болып ренжіген емес. Қазіргі заманның кейбір жігіттер бар ғой, сөз көтере алмай ренжіп қалатын деген сияқты, бірақ мүлдем ондай емес. Сәл бір ренжісіп қалғанымызға қарамай Аян деп бір ауыз айтқан едім. Осылай қан қысым түспей жатыр деп едім, жүр деп бірден больницаға апарып полный обследование жасатып кәдімгідей. Содан бері енді емделіп жатырмын. Ой, жарайсыз. Аян, нағыз жігіт осындай болу керек, себебі сол бір ренжісіп қалып едік деп жаңағы томсырайып ары қарап отырсаңыз, сізде ол да бір болмайтын еді. Ауырып қалды деп жанынан табылған екенсіз, жарайсыз? Айтам ғой, негізі жаңа жылды Айдана үйінде қарсы алды, мен де өз үйімде қарсы алдым. Енді әркім өзінің отбасына қарсы алған дұрыс деп ойлаймын. Жақсы қарсы алып, одан кейін жақсы кездесулер, тауға да барып қайттық. Шаңғыны теуе алмайды екен бұл қыз. Қорқам деп әйтеуір әрең дегенде алып бардық ол жаққа. Жайлап шет жағасын үйретіп көрсеттім. Одан кейін жаңа айтып жатыр, кішкене ренжісіп қалған едік. Енді бірақ қыз болғаннан кейін қырсыға береді ғой, еркелейді, қырсығады, ренжиді. Ол нәрсенің бәрін енді өте қолдан келеді деп айта аламын. Оп-оңай нәрселер ғой олар. Барлығы жақсы, кішкене ауырып сырқаттанып қалды. Енді денсаулығын жақсаруына барынша септігімізді тигізгіміз келіп жатыр. Сол. Енді Балауса ханым, жалпы енді ауырдым басқа деп жүре беруге болады, бірақ енді мүмкін сағына күтіп отқан көрермен бар шығар деген ойда бар. Халықтың алдындағы кішкене біздің жауапкершілігіміз бар дегендей, біздің қарым-қатынасты уайымдап кәдімгідей бір күн сториске шықпай қалсақ жазып жататын әпкелеріміз бар. Кездестіңдер ме Аянмен, не болып қалды деп кәдімгідей біздің ара қатынасымызды бізден де қатты уайымдайтын жандар бар да. Сол жандардың алдындағы енді жауапкершілігімізді сезіне отыра, осы жерде әрі қарай енді қатысушыларды да сағынып келіп қалған жағдайымыз бар. Қош келдіңіздер дейміз тағы да, Ассалаумағалейкум, брат, бауырым, қалайсың Айдана? Қош келдіңдер. Нағыз романтик жігіттердің бірі келіп қалды деп айтайыншы. Қызды қалай құрметтеу, қалай сыйластығын бәрін осы жігіт көрсетеді. Негізі бәрімізде мәлім ғой ол. Сіздерге айтатын тек қана Аян Айдана ғой негізі. Ана жерде А плюс А деген тойды көрейік. Бұйыртса, өшеде бірінші болып, келесі той 27-ші той ғой бізде. Бұйыртса, По-моему, 27-ші той, бізде? 20 той болып қалды. 27-ші тойды алғашқы либо сіздер көрейген кім жасап кетеді өшеде. Үлкен рахмет. Сен де кеп қалсың, қасыңда өзіңнің гүліңмен, молодец. Тек қана бақыт тілеймін. Романтика деген негізінде
енді сендерден де көруге болады. Сондықтан сендердің де мына жерде н деген тойлар бар. Аумин, ол күнге жетейік енді. Бұйыртса алдағы уақытта нағыз махаббатты, нағыз романтика қандай болуын осы жерде көрсететін деп ойлаймыз. Маржан. Айдана, Аян, қош келдіңіздер. Енді мен Қосылайықтың тұрақты көрермен ретінде ең сүйікті жұптарымның бірі. Екеуі айырылысқан кезде шамалы көңіл түсіп қалған еді. Араларында гармония, баланс, қызға тән нәзіктік бәрі көрініп тұр. Қош келдіңіздер. Көп рахмет, Маржан ханым. Енді тағы да қарым қатынаста не болып жатыр, барлығын уақыт өте